Қымбат арулар мен қыз-келіншектер, армысыздар. Сіздермен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Қар еріп, күн жылынып, құстардың әсем дауысымен керемет көктем де келіп жетті. Қыстық киімдерімізді жеңіл әрі ыңғайлы киімге ауыстыратын уақыт келді. Wow Trend бағдарламасының кезекті шығарылымында стилист, мерчендайзер Гүлбақыт ханыммен бірге көктемге арналған капсулды гардеробты бірге жинайтын боламыз. Гүлбақыт ханым, қайырлы күн. Бүгін сіздің көмегіңізге жүгінгіміз келіп тұр. Көктемге арналған капсулды гардеробқа тоқтамас бұрын, ең әуелі капсулды гардеробтың не екенін білгіміз келіп тұр. Қайырлы күн. Капсулды гардероб дегеніміз ол бірнеше киімдер түрінен құралған үйлесімді жиынтық болып келеді. Мысалға ол 8-10 шақты киім түрлерінен арналып, бірақ образ дайындаған кезде 15-20 шақты образдар дайындалатын, яғни әдемі үйлесім табатын жиынтық болып табылады. Ал дәл осы капсулды гардероб қаншалықты қажет? Капсулды гардероб ол сіздің ең басты көмекшіңіз болып табылады, себебі ол сіздің біріншіден уақытыңызды, қаражатыңызды үнемдейді. Мысалға, таңертең жұмысқа қандай образ киіп барамын деп қиналсаңыз, сіз капсулды гардероб дайындау арқылы таңертең қандай образ киетініңізді біліп отыратын боласыз. Сонымен бірге экологияға да өте көп пайдаңыз тиеді. Жаңа айтып өттіңіз, экологияға пайдасы тиеді деп жатса, бұл қандай пайда болуы мүмкін? Киім шығару өндірісі ол өте экологияға зиянды болып табылады. Бірақ та капсулды гардероб арқылы сіз импульсивті сатып алатын шопингтерден қаша аласыз. Сіздің гардеробыңыз ақылды және сізге ғана тиімді жұмыс жасайтын болады. Гүлбақыт ханым, ал осы капсулды гардеробтың түрлері бола ма, әлде ол әмбебап бола бере ме? Капсулды гардеробтың бірнеше түрі болады. Мысалға, ол 4 мезгілге арнап жинақтауыңызға болады. Қыс мезгілі, күз мезгілі, көктем мезгілі, жаз мезгілі, немесе сонымен қатар белгілі бір демалыстарға бара жатқан кезде бір апта, 10 күнге арнап жинап қойыңызға болады. Немесе командировкаға арнап, яғни әрбір өмірдегі ситуацияларға байланысты капсулды гардероб жинақтай аласыз. Гүлбақыт ханым, жаңа айтып өттіңіз, өмірдің әр кезеңіне арналған өзінің капсуласы болады деп, ал сол капсулада қанша киім болу керек? Ол капсуладағы қанша киім болатыны, ол тікелей сіздің өмір салтыңызға байланысты. Сіз қайда жұмыс жасайсыз, қандай хоббимен айналысасыз, яғни өміріңіздегі уақытты қандай жерге, қаншалықты бөлетініңізге байланысты. Сіз капсуланы соған байланысты жинайсыз. Яғни, мүмкін 70% сіз жұмыста шығарсыз, 50% үйде ғана шығарсыз. Сол себепті әрбір адамның өмір салтына байланысты капсула әртүрлі жиналады. Яғни арнайы бір шектеу жоқ қой? Жоқ, ешқандай шектеу жоқ. Ол әрбір адамның өзіндік қызығушылығына, келбетіне байланысты жиналады. Жақсы, ендеше көктемге арналған капсулды гардеробты бірге дайындауға қалай қарайсыз? Жарайды, жүріңіз. Кеттік. Мен киімді киіп шықтым. Бұл біздің бірінші образымыз болып саналады. Бұл жерде бізде макси длинадағы белдемше және оған сәйкес келетін жакет пен жұқа лонгслив. Бұл белдемше негіз болып қалады, үстін ауыстыруыңызға болады. Қазір басқа образдарды ауыстырамыз. Және де бұл белдемше жакет биылғы 2023 жылдың тренді болып саналады. Яғни осындай ұзын джинсыдан жасалған белдемшелер сәнде ғой биыл. Иә. Сонымен бірге қазіргі көктем уақытына арналған бізде пальто және аксессуарлар қосып киюіңізге болады. Жақсы, киіп көрейік ендеше. Қалай тұрады? Байқап көрейік. Осылай киюіңізге болады. Яғни сырт киімнің де ұзындығын, мысалға, ұзындығын, ұзын түрін алған қазіргі таңда өте сәнді болып көрінеді. Сізге және биылғы 2022-2023 жылдың болашақта мүмкін негіз болып кететін бас киім түрі капр деп аталады.
соны киіп көруіңізге болады. Осындай бас киімдер біздің мама папамыздың Да, иә. сәнде Сәнде болған. Яғни негізі сән дегеніміз, яғни мода деп жатамыз ғой, ол айналып келе беретін зат, бір жылдан бір жылға, ғасырдан ғасырға қайталанып, ауысып жаңарып отырады. Қандай тамаша, иә? Иә. Кім ойлаған сол кезде 23-ші жылы дәл осы бас киімдер қайтадан трендте болады деп. Онда киіп көрейін мен. Киіп көріңіз. Жақсы, сіз мына сөмкені ұстай тұрыңыз. Мен бас киімді киіп көрейін. Ал көрермендер, қарап қойыңыздар, қандай қызық бас киім. Бұрын анамнан көретінмін осындай бас киімді. Енді өзімізге де келіп тұр. Яғни бұл Астананың суығына арналған. Суығына арналған дұрыс айтасыз. Желі мен суығынан қорғайды. Желден жақсы қорғайтын сияқты, яғни бетің, басың, шашың барлығын жауып, және өте сәнді көрінеді. Сіз бұны мойынға тағатын орамалдың да қажеті жоқ. Классикалық образдарда, спортшик, casual образдардың барлығында қолдана аласыз. Бұл бізде екінші образ болып табылады. Бұл жерде пиджак және біздің белдемшеміз. Оның ішінен база ретінде киетін ақ түсті футболка. Яғни бұл образ casual стилде. Бұны жұмысқа да кие аласыз, кездесулерге де кие аласыз. Сонымен өмірдегі болатын мерекелерге де кие аласыз. Бұл жерге тағы бірнеше аксессуарлар қосуыңызға болады, мойныңызға, құлағыңызға, яғни украшение деп айтып жатамыз ғой орысша. Соларды қоссаңыз, образ одан сайын сәнді және ерекше болып шыға келеді. Яғни әшекейлердің де рөлі өте маңызды. Жақсы, тамаша. Бұл образ бізде casual стилде болып келеді. Немесе сіз аяқ киіміңізді более вечерныйға ауыстыру арқылы, мысалға туфли, лабутены кию арқылы сіз вечерный образ жасауыңызға болады. Әшекей тағып, өзгертіп. Сонымен бірге біз бұл жерде сіздің белдемшеңізге жейдеңізді заправлять ету арқылы сіздің талияңызды ерекшелеп көрсеттік. Ол сіздің беліңіздің формасын көрсетеді, сіздің фигураңызды, яғни ерекшелейді. Тамаша. Бұл образ жаңағы бізде көрсетілген киімдермен құрастырылған. Бұл жерде де белдемше сізде көрсетілген. Белдемше бұл жерде де база ретінде орын алады. Оны манағы жакетпен, лонгсливпен, пиджакпен кие аласыз, сәйкестендіре аласыз. Бұл жерде түстердің барлығы табиғи түстер қолданылды сіз үшін. Себебі сіз өзіңіз ақшыл болғандықтан сізге сәйкес келетін табиғи ақшыл түстерді қолдандық. Және сонымен бірге сіздің образыңызды сөмке қосу арқылы толықтыруға болады. Сонда сізде толыққанды аяқталған образ шығады. Қымбатты арулар, бүгін сіздердің назарыңызға көктемге арналған капсулды гардеробтың үлгілерін ұсынды. Енді көктемде не киемін деп бас қатырмайсыз. Бар болғаны 5 киім мен 7-8-ге жуық образ дайындап шығасыз. Бүгінгі материал сіздерге пайдалы болды деп үміттенеміз. Келесі бағдарламада жолыққанша.